қайтара алмады. Құрметті көрермен, міне бас төрешінің ысқырығы шалынды, матчымыз басталды және құрамдар таныстыра өтейін. Виктор Кумыков шығарған негізгі құрам ойыншылары міне мыналар. Қақпада 88 нөмірлі Степан Сикач, 13 нөмірлі Руслан Сақалбаев, 5-ші Әділет Кенеспек, 6-ші нөмірлі жейдеді Руслан Юденков, 9 Дмитрий Бородин, 13 нөмірлі Думан Нәрзілдаев, 11-ші нөмірлі Бағдаулет Зұлфқаров, 17-ші Қуаныш Қалмұратов, 18-ші нөмірлі Виталий Приндетта, 29 Өркен Махан және 79-ші нөмірлі Ерсұлтан Төреқұл. Қызылжар командасының құрамы 1-ші нөмірлі Жұрағхан Бабаханов, 27 Евгений Берескин, 7-ші нөмірлі Тимур Мульдинов, өткен ойында жалғыз Қызылжар сапында гол соққан. 8-ші Рафаэль Оспанов, 11 Борис Смилянич, 14-ші нөмірлі Ардақ Сәулет, 19 Лука Иннадзе, 23 Зоран Нижич, 28-ші нөмірлі Брайан Ван де Богарт, 35-ші Владислав Сорокинс және 77-ші Шохан Абзалов. Команданың бас бапкері Әли Алиев. Әли Алиевтің командасы осы Қазақстан Премьер лигасында 7 ойын қатарда енді жеңіске жете алмай келе жатыр. Әрине өткен маусымның соңындағы нәтижемен бірге есептегенде және сол сәтсіз серияны бүгін аяқтауға тырысады. Жанкүйерлер, бұл жерде командасын қолдауға шақырып жатыр. Сонымен Сикач алға қарай тепті. Допқа талас. Қызылжар алғашқы 2 турды сырт алаңда өткізіп жатыр. Бірінші турдағы ойын Алматыда болды. Ол орталық стадионда болған матчта 2-1 есебімен Петропавл командасы жеңілді. Қайрат басым түсті. 41-ші минутта Жоу Паулу әуеде үшіп келе жатқан допты керемет қақпаға қарай бағыттап есепті ашты. Одан кейін барып Тимур Мульдинов та өте әсем гол соқты. Есеп теңестірді 63-ші минутта. Дегенмен 71-ші минутта Георгий Заря, грузиялық футболшы, өте алыстан Бабаханов қорған қақпаны көздеп соққы жасады. Дегенмен Журахан жоқ жерден қателесіп, жалпы Қызылжар командасы сөйтіп жеңілді. Әйтпесе кем дегенде бір ұпайға лайықты ойнады Петропавл клубы. Жалпы терезесі тең ойын болды Қайратқа қарсы және тура сол Қайратқа қарсы ойнағандай ширығып осы ойында да матч өткізсе, әрине Қызылжар бұл ойында фаворит есебінде кішігірім. Ал Қайсар, Қызылордалық клубта чемпионаттың фавориті, көшбасшы клуб Ақтөбеге қарсы матч өткізді. Дәл осы Ғани Мұратбаев атындағы стадионда ол матч болды және Қызылордалық ұжым 1-3 есебімен жеңілді. Ыдырыс Умаев дубль рәсімдеді және Максим Самородов бір гол соқты. Ал Қайсар сапында Руслан Юденков, Беларусь ойыншысы, матчтың соңында жалғыз жолы автор атанды.
Юденков ол ойында міне байқап отырмын, бұл ойында да орталық қорғаушы позициясында шығып отыр. Жалпы Кумуковтың командасында көбіне көп қорғаушылар көзге түсіп гол соғып жүреді. Жалпы осылай лонгбол деп аталатын тактикамен өнер көрсетеді Кумуковтың командасы. Қайсар шабуылы, міне қауіпті сәт, соққы. Бірақ қақпа бағанынан әлде қайда қиыс ұшты. Келеспек оң қапталда қорғаушы Бабаханов қорғаған қақпаны көздеді. Сол аяғымен тепті. Жалпы Келеспек оңақай, яғни оң аяғымен доп соққы жасайды көбіне. Тараз футбол мектебінің түлегі сол аяқпен тепті, сәл ыңғайсызда болған сияқты. Және қақпадан қиыс ұшты. Әли Әлиевті көрсетті біздің назарымызға. Жалпы өткен маусымда Әлиевтің командасы жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді маусымның соңына дейін. 4-ші орынға Қайратпен таласты. Дегенмен өткен маусымның соңы Қызылжар клубы үшін өте сәтсіз болды. Сонымен Келеспек топты қазір ауттан ойын қосады. Өте алысқа лақтырды. Допқа талас, міне пас. Соққы жасауға мүмкіндік бола ма екен? Ондай мүмкіндік тумады. Міне пас алмасын, бірақ қайтадан аут. Бельгиялық қорғаушы қайтарды. Райан Ван дер Бок. Сонымен Барадиннің пасы тура жетті. Бірақ Барадин қақпа маңына қарай әріптестерін паспен іздеді. Дегенмен ол доп бәрінен асып өтіп кетті. Қалмұратов, Юденков, айып добы. Қайсар көбіне көп осылай стандарттық жағдайдан гол соғады. Сонымен Мулдинов топты алаң сыртына шығарды. Сонымен бұрыштама добы Приндета осында. Өткен маусымда 4 гол соққан футболшы. Сонымен добы асырылды. Бабаханов топты ойынға қосады. Виталий Приндета. Әрі бұрыштамада біздің назарымызда болады. Орталық қорғаушы. Өткен маусымда Қайсардың үздік бомбардирлер қатарында болды. Кумуковтың командасында қорғаушылар шабуылшылардан көбірек гол соғады. Имнадзе. Грузиялық жартылай қорғаушы Қайратқа қарсы ойында
Кызылжар сапындағы үздік футболшылар қатарында болды. Өте жоғары деңгейлі футболшы екенін бізге паш етті. Өткен маусымда да жалпы сәтті ойнады. Осы маусымда да 26 жастағы Имнадзе бабында екенін бізге көрсетті. Доп аутқа кетті, бірақ Кызылжар ауттан допты жылдам ойната салады. Қарай пас. Оң қапталға. Енді қайтадан допты Қайсар өз бақылауына алып еді, бірақ ұзаққа созылмады. Берескин. Оңға. Бірақ қақпа маңында ешкім жоқ. Пас асыратын. Өз алға қарай ұмтылды. Доп аутқа кетті. Абзалов. Алмұратовпен дуэлін көрдік. Абзалов. Мульдиновты Айбалаң ішіне кірсін деп сұрады. Өйткені қазір доп Айбалаңына дейін лақтырылады. Сорокинс алысқа лақтырды. Сонымен қазір енді Қайсар футболшылар допты қауіпсіз аймаққа шығарғысы келіп отыр. Өкшемен шығарғысы келді, бірақ бұл сәт Мульдиновтың алыстан тепкен добымен аяқталды. Али Алиев осы Қайратқа қарсы матчтан кейін баспасөз мәслихатында біз сол кездесуде екінші таймда басым болдық. Ойын тізгіні біздің қолымызда болды деп айтты. Ал жалпы матч бойынша терезесі тең ойында көрдім деп бағалады. Бірақ Кеккер сол Али Алиевтің сөзіне Кызылжар бас бапкері Алиевтің фантазиясы мықты екен деп жауап берді. Сондай қызық оқиға орын алды. Яғни Кеккер Қайрат жеңіске лайық болды, басым болды және 3 ұпай алды деп есептейді. Сонымен Кызылжар шабуылы, ортаға пас. Кенесбек. Алаң сыртына допты шығара салды, бірақ бұрышлама. Аутқа қарай кеткісі келді. Дегенмен ол ойдағыдай шықпады. Бұрышлама. Сорокинс. Онымен соққыға дейін бара мекен бұл сәт. Жоқ, Кызылжар кері шегіндірді. Солға пас. Берескин. Ванде Богр. Нижич. Оңға қарай. Евгений. Команда капитаны. Жандағы әріптесте пас шығарды. Кызылжар жаңа шабуыл бастау жолдарын іздестіруде. Аут. Сәулет топты ойынға қосты. Және фол. Айыпдобы Кызылжар пайдасына. Махан.
ойын ережесін бұзды Имнадзеге қарсы. Қызылжар сапында негізгі құрамда Рафаэль Оспановты біз байқап отырмыз. Қайратқа қарсы матчта ойынға қосалқы құрамнан шығып еді. Бүгін міне Әлиев бірінші минуттан бастап оны алаңға шығарып отыр. Айып добы пас асырылды. Және өте қауіпті сәт. Евгений гол! Гол! Евгений Березкин гол соқты. Есеп ашылды 0-1. Міне стандарттық жағдай. Әрине бұл екі команданың да көзірі. Күшті жері. Дегенмен Қызылжар дәл сол стандартты жағдайдың алғашқы голды соқты. Евгений Березкин соңғы шепте жалғыз өзі қалды. Тоқтатты. Нысананы көздеді, тепті. Және гол. Қалай жалғыз өзі алып кетті? Түсініксіз. Бәрден өтті. Соңында Березкинға доп жетті. Команда капитаны есепті ашты. Өткен маусымда Евгений 3 гол соқты. 23 ойынға қатысты. Жалпы аса тәжірибелі футболшы. Беларусь жастар құрамасында өнер көрсеткен. Жалпы Еврокубоктерде тәжірибесі бар. Енді Қайсардың жауабын күтейік. Әрзілдаев солға. Енді Қайсардың қысымы. Бірақ ойын басында әрине Қызылорда қаласының футбол клубы көбірек шабуылдады. Айыптау болды, бұрыштамалар орындады. Дегенмен Әлиевтің командасы алға шығып отыр. Әрзілдаев топ нүктеге қойды. Оң қолын көтеріп, қазір пас асырады. Өте биік ұшқан доп. Сонымен міне пас. Бірақ біріндетін баста ешкім жетпеді. Алыстан соққы Сақалбаевтан. Бірақ Сақалбаев өте биік теуіп жерді. Есеп 0-1. Бүгінгі ойын күннің алғашқы матчы. Жылдан гол соғып десек те болады. Осы ойыннан кейін 17:00-де Атырау Ордабасы арасындағы матч, сосын Тобыл Елімай арасындағы кездесуді біз тікелей эфирде тамашалаймыз. Барлығы біздің арнамыздың тікелей эфирінде. Бабаханов. Бабахановқа Қайратқа қарсы матчтан кейін көп сын айтылды. Дегенмен Әлиев міне өзінің бірінші нөмірлі қақпашысына тағы да сенім артты. Ол да дұрыс деп ойлаймын. Әрине әр қателіктен кейін қақпашыны ауыстыра беруге болмайды. Әлиев те ойынның кейінгі баспасөз мәслихатында әр қақпашының өзінің лимиті бар деді. Бірақ Бабахановқа мен сенім артам.
Және тек Бабахановтың қателігінен біз жеңілмедік. Жеңілсек команда жеңіледі деп айтты. Сонымен пас асырылды, бұрыштама. Топ әлі де жоқ, алаң сыртына шығып кетті. Сорокинс. Бұрыштама өте қауіпті. Тамаша, Зульфикаров топты қауыс аймаққа алыстатты және Қайсар жоқ, қарымда шабуылға шыға алмады. Абзалов. Топты алға қарай. Дәлірек айтқанда шетке қарай тебе салды. Юденков. Оңға қарай Әдет Кенеспек. Топ тоқтатуы сәл қиындау болды, дегенмен топты әлі Қайсар өз бақылауында ұстап тұр. Борадин солға қарай өте биік пас асырды және Қалмұратов көрсет өнеріңді. Топ тоқтату қалай керек екен? Тоқтатты. Ері шегіндірді. Бриндета. Юденков. Әдет Кенеспекке. Ой, үшіншіге пас өтпеді және Қызылжар қарымта шабуыл ұйымдастыруда. Березкин ашық. Міне керемет пас. Сонымен Смиляничтің асырған добы, бірақ бұл допты Сикач өз қолына алды. Борис Смилянич. Өткен маусымда бар болғаны 9 матч өткізді. Маусым ортасында Дечич бұл клубынан Қызылжарға ауысып келіп еді. Дегенмен ол трансферлер Қызылжар 4-ке немесе 3-ке түруге көмектесе алмады. Нежич. Қаптал ауыстырып жатыр. Қызылжар футбол клубының ойыншылары. Сәулет. Топ қайтып келді Сәулетке және топқа бірінші жетті. Бұл Сарығаз болуы тиіс сияқты. Перспективалық шабуылды тоқтатқан үшін біздің ойымызда алғашқы Сарығаз көрсетіле ме? Жақсы кетіп бара жатыр еді. Әрине мұндай фолдар жүйкеге тиеді және Юденковқа Сарығаз көрсетілді, өйткені төрешінің қолдан біз оны көріп отырмыз. Матчымыздағы алғашқы ескерту қағазы. Юденковқа көрсетілді. Топқа күрес. Тағы да фол. Ванден Богарт солға. Қызылжар 3 орталық қорғаушы формациясымен ойнайды. Али Алиев өткен маусымдағы тактикасын әлі ажырамады. 3-4-3
жүйесі, ал Қызылордалық командада 4-3-3 схемасын көріп отырмыз. Қорғаныста Қалмұратов, Юнков, Брендетта, Кедеспек төрттігі. Березкин. Тамаша өтті. Бірақ оның артында Бородин тұрды. Бородин бұл жерде бұл шабуылды тоқтатты. Бұрыштама. Сонымен Сорокин стопта нүктеге қойды. Пас асырды. Сонымен Сикач алыстатты допты. Соққы бірақ офсайд қой бұл жерде, я. Қызылорда футболшысы Нижич ойыннан тыс қалды. Сикач. Солға қарай. Қалмұратов. Ортаға. Дәжілдаев қорғаушы қайтарды. Қызылжар алаңның ортасында. Қызылорда қабылдап жатыр. Міне керемет пас. Бабаханов. Бабахановқа қарсы тәртіп бұзылды. Қақпашыға шабуыл жасалынды. Сәл иығына ортылған секілді Жорахан. Бабахановтың бүгінгі ойындағы басты мақсаты әрине өзі күзет тұрған қақпаға доп енгізбеу. Сәт түссе керемет сейфтер жасап, Қайратқа қарсы матчта болған сәтсіздікті ұмыттыру. Брендетта. Қайсар мен Қызылжар, бұл команданың жалпы маусымдағы 50% голы. Бұрыштама айып тобынан қарсылас қақпасына енеді. Екі командада силе сондай. Дегенмен байқап отырмыз. Қорғанысқа жатып алмай, барынша қысым көрсетіп жатыр қос команда қарсыластарына. Матч басынан бастап сондай жайтты біз байқап отырмыз. Абзалов. Айып добы. Жандағы әркесіне пас шығарды. Сонымен сол қанатқа баспен пас шығару керек. Дегенмен сәтсіз. Қорғаушылар ондай мүмкіндік бермеді. Имнадзе. Кері бұрылды. Оған қарсы Махан. Алға асырылған доп. Смилянич. Али Алиев қосалқы құрамында бар болғаны 6 футболшы екен, бірден қазір құрамда жайланған кезде көзімізге түсті. Бір қақпашы және 5 футболшы. Жақсыбаев, Жеңіс, Бугридзе, Довгаль, Бриджидо және Шебетун. Бриджидода кішігірім жарақат бар деген ақпарат тарады.
Әртке қарсы ойында дайындық барысында португалиялық футболшы ауырсынып командасына көмектесе алмады. Бұл ойында да қосалқы құрамда қосалқы құрамнан 5 ойыншы шығаруға болады. Сол 5 футболшыны дайындап келген сияқты жоспар бойынша. Құлжар шабуылы оңға алып қалды доп, дегенмен осымен тоқтады. Диагонал пас өтпеді. Зульфикаровқа дейін топ жете қоймады. Имнадзе ортаға ойысты. Өз соққы бағыттады жақын бұрышқа. Бір аяқтың іш жағымен допты Шира тартты. Және ол соққы қиыс ұшты. Топқа талас. Смилянич әріптесіне қалдырды. Мульдинов оңға қарай ауыстырды және өз алға қарай ұмтылды. Доп сұрап Мульдиновқа доп жетті. Оңғатылда қорғаушы қайдарды. Міне доп асырылды және әдет Кенеспек тағыда тәуекелге бармай бұрыштамаға қарай допты жібере салды. Артында Имнадзе тұрған еді. Қауіпсіз ойнақ десек болады. Владислав Сорокинс. Бұрыштама орындауға келді. Ойыншылар дайын. Сонымен пас асырылды. Сикач. Соққыштауға мүмкіндік бермеді, дегенмен ол жұдырғымен ұрып жүрген доп айналып келіп қайтадан алаң жегінен шығып кетті. Алаң сыртына шықты және тағы да бұрыштама. Бұрыштама салын өте көп. Әдет Кенеспек қарсылас аяғын тигізіп кетті деп бара жатқан сияқты көрінді. Яғни осылай қу іс-әрекетке баратын ойыншылар да бар негіз арасында. Ондайды да көріп тұрамыз. Өте биік асырылған доп. Сонымен Березкинге жетпеді. Және Березкин бұл жерде топқа тағы да ол жеткенде өте қауіпті болар ма еді. Топқа талас. Ал қарай пас асырылды. Зульфикаров ұмтылды. Допты көкірекпен тоқтатты. Сонымен ортада кім бар? Бірден қысымға түсті. Көмектесетін футболшылар керек, бірақ пас өте сәтсіз, бір-бірін түсінбей қалды ойыншылар. Зульфикаров бұл жерде әріптесінің алдына пас шығарып берді, бірақ ол оны күтпеді. Сонымен Риндетта паспен қалдырды. Аут. Әдет Кенеспек. Жандағы әріптесіне қалдырды. Сақалбаев. Бос тұрған соғатталда қорғаушыға пас. Қалмұратов қақпашыға берді. Сикач. Сонымен Құлжар қарда шабуылы. Мульдинов артқа қарай. Ванден Богарт. Ортаға.
Бірақ Имнадзенің пасы мүлде сәтсіз шықты. Бұл пасты енді тоқтату мүмкін емес. Кенесбек. Смиляничтің баспен тамаша пасы. Имнадзе. Көп ойланып қалды. Мульдинов. Оңға және тағы да ойыншыларда шеберлік жетіспей жатқан көріп отырмыз. Смиляничтің қасына пас жетпеді. Доп әуеде. Топ үшін күрес. Міне Қайсар шабуылы. Солға қарай. Топты қайтару керек, бірақ бұл жерде қорғаныста Абзалов. Керемет ойнады. Алаң ортасында Нижич. Ауырсынып жатыр. Орталық қорғаушы. Ыңғайсыз құлап қалған сияқты. Бұл алаңға жасанды алаң. Ол үшін ауыр тиді. Қуаныш Қалмұратов. Кенесбек. Кенесбек пен Қалмұратов. 2022 жылы бір уақытта Тараз футбол клубында өнер көрсеткен еді. Тағы да Оңтүстік Қазақстан аймағындағы командаға бірге ауысыпты. Қайсар шабуылы. Солға қарай пас. Сонымен Бабаханов қателеспеді. Зульфикаров. Пасы тура Бабахановтың қолына ұшты. Журахан. Смилянич тарапына пас. Смилянич. Бойшаң футболшы. 1 метр 93 сантиметр. Бірінші тамыз күні Қызылжар футбол клубына келіп қосылды. Міне соққан. Зульфикаров паспен қалдырды. Дегенмен қорғаныста Нижич сәтті ойнады. Қалмұратов. Өте ыңғайсыз пас әріптесіне. Міне екі футболшы жабылып жатыр оған. Және доп Петропавл қаласының клубына өтті. Не диагонал пас, керемет. Имнадзе тарапына. Имнадзе доп тоқтатты, бірақ Кенесбек бірден қысын көрсетуде. Березкин. Нижич оңға қарай. Бір нүктеде екі футболшы орналасып қалды. Березкин.
Сонымен Ванден Богарт. Осындай жылдап кезінде Березкинмен орын алмасып жүреді. Бұл орталық қорғаушы Ванден Богарт. Сол қарай пас, Имнадзе, екі футболшыға қарсы және бұрыштама немесе аут. Қазір көрейік. Жалпы екеуі де бір ұғым. Ауттан да бойына қосылды. Имнадзе. Және фол. Әдет Кенізбек. Тәртіп бұзды. Және бұл төрешінің шешіміне келіспеді. Айбдоба. Сорокинс. Төрешінің сырын күтіп тұр. Сырық шалынды. Сонымен пас. Зульфикаров топты алып шықты. Қайсар футбол клубы жанкүйерлері гол талап етуде. Әрине бірінші тайм соңында есеп теңестіріп кетсе өте жақсы жағдай болар еді Қайсар үшін. Бірақ Қызылжар қорғанысы әзірге қателіксіз ойнап жатыр. Бұл ұзақ үзіліске дейінгі соңғы матч. Бұл жерде Қайсар шабуылы, топқа күрес, бірақ тағы да соққыға дейін жетпеді. Сонымен Қызылорда футбол клубы қысым көрсетуде. Соңына индалас және бұл сарығаз болу тиіспе. Жүйткіп жүгіріп келе жатқан кезінде бұл жерде Сақалбаев шалып жықты. Бұл екі команда осы матчтан кейін 31-ші наурызға дейін үзіліске кетеді. Сол үшін бар күшін сарп етіп, барын салып, аянбай өнер көрсету керек. Үшін біз байқап отырмыз, қос команда тарапынан да жоғары прессинг, міне 3 бірдей футболшы қысым көрсетуде. Алаң сыртынан шығып кеткен екен доп. Сорокинс. Алтын доп бойына қосты. Сонымен Викаров. Допқа таламас. Допқа талас керемет жүргізді. Және топ әр алаңда. Допқа күрес. Қымғут және тәртіп бұзылды. Шабуылдағы фол. Яғни мін дегенше бірінші таймның негізгі уақыт аяқталуға жақын. Сорокинс орындаған стандарт жағдайдан кейін
Березкин есепті ашты. Ал бас төреші бірінші таймның негізгі уақытына 1 минут қосты. Сәулет аут орындайды. Әли Әлиев те жігерлендіріп жатыр. Орталық қорғаушы Ван ден Богарт қалдырды ол. Қосымша бір ойыншы бар соның арқасында шабуыл кезінде. Тәртіп бұзылмады деп есептейді бас төреші. Имнадзе бірақ әлі де басын ұстап тұр. Футболшы ауысым орындалама? Бұл қалай сонда? Неге екінші тайм қалдырмады? Жаңғылышпайды байқап қалдық. Негізі олар енді екінші таймда шығатын шығар, өйткені екінші Маханның орнына Айбар Жақсылықов шықты. Төрекұлдың орнына жалпы екі ауысым Жаңғылышпай мен Айбарды біз көрдік алаңда, және біз кімнің орнына шыққанда қазір естіп отырмыз. Екі ауысым шабуылды күшейтті Виктор Кубуков. Енді көрейік. Міне Қайсар алға қарай ұмтылды, бірақ Сақалбаевқа бұл пас жетпеді. Пас ойдағыдай шықпады. Енді Қызылжар алға қарай ұмтылды. Абзалов артқа қарай. Березкин. Нижич өз алға қарай ұмтылды. Тамаша. Ой-ой-ой, Нижич қалай қателесіп қалды бұл жерде орталық қорғаушы. Өзіне тым көп алып қойған секілді. Сонымен Жаңғылышпайдың пасы діттеген жеріне жетпеді, бірақ бірді допқа күресті, бірақ ол ойын ережесін бұзып қойды. Нижич. Бір шабуылшыдан өтті. Екіншіден осып бара жатқан кезде топтан айырылды. Сөйтіп қауіпті шабуыл болуына жол беріп қойды. Төреқұлдың орнына Жаңғылышпай шықты. Тоқтар бірде алаңға шыға салып бірден ойынға араласты. Әзірге нәтиже жоқ, дегенмен Виктор Кубуков бүгінгі матчқа оған 45 минут беріп отыр. Ертерек шығарды. Және Жаңғылышпай осы матчты сәтті өткізіп, келесі ойындарға негізгі құрам футболшы ретінде шығуға мүмкіндігі бар. Мен допқа талас. Аут. Кенесбек. Владислав Сорокинс. Мулинов ашылды. Мулиновқа пас, жерлете, және ол әрине өтпеді. Милянич. Оған қарсы Риндета. Березкин. Алғарай пас асырып берді, бірақ жүрде қорғаушы бір допқа бірінші жетті, және жылдам шабуыл бастауға мүмкіндік. Тоқтар Жаңғылышпай. Оған қарсы ереже бұзылды. Имнадзе. Әрзілдаев. Пас берін деп ұсқа іздестіруде. Оңға қарай. Кенесбек. Міне пас. Сонымен Дөбәлі алаңда, дегенмен бірінші олып Қызылжар қорғаушысы допқа бірінші жетті. Алас. Және гол. Әли Әлиев наразы бұл төрешінің шешіміне.
Бородин ол үшін күресті және соңында Абзалов олжады. Айып добы, әр айып добы біздің жіті назарымызда болуы тиіс, өте қауіпті болады. Сонымен төреші ысқырық шалды, пас бұрыштамамен жалғасады бұл шабуыл. Тимилянич те осында орталық шабуылшы. Бұрыштама. Бородин, Зубикаров. Біздің назарымызда сонымен Риндета. Жақсы пас. Сақалбаев әрі қарай шығарды дегенмен Қызылжар қорғаушылары бұлдыққа бірінші жетті дегенмен Қайсардың шабуылы әлі жалғасуда. Міне керемет пас алмасым. Енді бұл жерде тағы да шебері жетіспеді. Міне керемет пас. Аңғылшбайдан топ алаңның сыртына шығып кетті. Бабаханов, 50 минуттан бастап уақыт созуды асықпай бастапта кеткен екен. Оны әрине Қайсар түсініп тұр. Екінші тайм басынан бірнеше қауіпті шабуылдар ұйымдастырды. Стандартты жағдай айып доптары орындады. Әрине бәрін жақсы түсініп отыр Муковтың командасы. Қазірден бастап асу керек. Әйтпесе 80 минуттан кейін Қызылжар барынша уақытты созып, топ бермей қою мүмкін. Қорғаныста жатып алып дегендей. Мен Ван Богарт пас асырды. Икач та міне асығып отыр. Имнадзе шашып қалған ба? Бірінші таймда күш жұмсады. Жүгірді, таласты. Қазір енді Тимилянич екеуі шабуылда доп күтіп жүр. Жаңғылшбай. Ортаға пас, бірақ бұлда дұрыс көтерілмеді. Оқтарға қарсы тәртіп бұзылмады деп бас төреші. Ордан түрегелу керек. Жаңғылшбай және Турахан Бабаханов топты ойынға қосады. Имнадзен орнына біз бүгін бір жүйкеде көріп қалуымыз мүмкін. Шабуыл шебіне. Әли Әлиев әрткі қарсы ойында Режидо, Кович және Сабинов. Ауырсынып жарақат алып қалды деп айтқан еді. Сабинов тіпті тізімде жоқ қосалық құрамда, яғни Қызылордаға келмеген. Сол қайыртқа қарсы матчқа дайындық кезінде 3-1 футболшы жарақат алып қалды Қызылорда сапында. Кович пен Сабинов қосылған тізімде жоқ, ал Режидоны біз күтеміз. Тағы да бір сары қағаз көрсетілді.
Алиевтің өткен жылға жақсы нәтижесі жайлы айттық, дегенмен Муковтың командасы да тамаша көрсеткішке болды. Алғашқы 6-ға кірді. Жалпы өткен маусымда 6-ші орында аяқтады. 26 ойында 36 ұпай жинап, 34 ұпай жинаған Атыраумен қол болды. Озып өтеді. Ал бұл жерде қызыл қағаз болып қалуы мүмкін бе? Аяқпен ой, өте ауыр тиді бұл жерде Абзаловқа, және бұл менің ойымша қызыл қағаз. Бас төреші не деп шешер екен? Ай, өте ауыр тиді. Өте дөрекі ойын Нәрзілдаевтан. Және бұл құрметті көрермен қызыл қағаз секілді. Тағы да қайталап көрейік, мына ракурстан. Мәссаған. Бұл тіпті 3 ойынға дисквалификация болуы мүмкін. Аяқпен Абзаловқа қарсы келді. Бұл қызыл қағаз, құрметті көрермен. Менің ойымша қазір төреші өз шешімін шығарады. Сары қағаз алып тасталынып, бұл жерде әрине қызыл қағаз. Және онсыз да қиын жағдайда Қайсар. Міне 10 ойыншымен қалды. Нәрзілдаев. Бұлай ойнауы болмайды. Әрине ойын жағдайы десек те болады, дегенмен тік аяқпен бұлай секіру. Ай. Бастысы енді Абзаловта жарақат болмасын деп тілейміз. Нәрзілдаев алаңынан қуылды. Думан Ақтөбеге қарсы ойында қосалқы құрамнан алаңға шығып еді. Бұл ойынға негізгі құрамнан шықты. Мүмкіндік алды, дегенмен үмітті ақтамады. Ал бұл жерде Қызылжар бірден шабуыл ұйымдастыруда. 10 ойыншымен қалған Қайсар командасына қарсы. Енді тағы да ауысымдар күтеміз. Березкин. Айтсақ тұрады соңға қарай. Абзалов абырой болғанда ойынды жалғастыруда, аяғын әлі де сылтып басуда. Және Шахназар Нұрбековті алаң жегінде көріп отырмыз. Ойынға шығуға дайындалуда. Есеп 0-1. Қайсар 10 ойыншымен қалай тойтарыс береді екен. Ибнадзе. Астындағы әріптесіне пас шығарды. Ибнадзеге ол қайтарып берді, және бұл осымен тоқтады. Бар төрешісі міне сауатты ойынға араласты. Сөйтіп, қайталауды көріп, біздің матчымызда әділдік орнады. Шахназар Нұрбеков алаңға шығады.
және Зұлқаровтың орнына ол жасыланға шықты. Сада Сумут командасында өткен маусымда өнер көрсетті. Және міне осы маусымда Қызылордалық Қайсар футбол клубына ауысты. Индонезияның екінші лигасында ойнайтын командада болды өткен маусымда. Жас 29-да Өзбекстандық футболшы алаңға шықты. Құлжа шабуылы. Абзаловтың пасы және қауіпті сәт соққы, бұл гол. Гол! Смилянич! Есепте селеді. 10 ойыншымен қалған Қайсар. Одан да жағдайы мүшкіл бола түсті. Есеп 0-2. Аса маңызды гол әрине. Өзіне ыңғайлы есеп орнатты. Әли Алиевтің командасы. Смилянич. Мүлт кетпеді. Абзаловтың пасы. Смиляничтің голы. Абзалов осы Нәрзілдаев оған қарсы өрескел тәртіп бұзып, аяқпен келіп аяғынан теуіп еді. Сонда да міне ойынды жалғастырып, ол пасын шығарды. Тамаша. Қызылжар енді асық жоқ. Ойын тізгіні. Осы Петропавл қаласынан келген футбол клубында. Ал бұл жерде Сорокин топты. Тоқтата алмады. Владислав. Албырас топты ойынға қосты. Оңға қарай пас. Мен Лезбек тоқтатып алға қарай асырып көрді. Допқа далас дегенмен жүрді 2-1-дей. Қызылжар футболшысы сауатты ойнады енді. Тикач алға қарай тебе салды. Назар Нұрбеков. Бірақ оның алдын орап кетті. Әрине Қызылжар осы 0-2 есебінен кейін болдым тойдым демейді. Тағы да гол соғуға ниетті. Барынша ірі есеппен жеңуге тырысады. Жалпы Қайсар осы маусым алдындағы оқу жаттығу жиынында аса сәтсіз өнер көрсетті. Ол туралы біраз футбол сарапшылары да сөз қозғады. Ойында өрнек жоқ. Бар тактика сол лонгбол шабуылдағы
ойыншыға пас асыра беру. Басқа жүйе жоқ деп баға берген еді. Соған ұқсайды. Қайсар жалпы осы маусымдағы мақсаты әрине клубдармен салыстыруға келмейді. Әрине Қайсар егер осы маусымда Премьер Лигада өз орнын сақтап қалса, оғанда шүкір. Ал бұл жерде Құлжа сапында ойыншы ауысымы Абзаловтың орнына Жақсыбаев шықты. Олар Жақсыбаев 29 жастағы қапталдағы қорғаушы. Ол Абзаловтың орнына. Абзалов бүгінгі ойында жақсы ойнады. Шоқан гол пасын шығарды. Және жарақат алып қалуы мүмкін еді. Бірақ абырой болғанда міне сол қызыл қағаздан кейін 10 минут ойнап, алаңдағы орнын Жақсыбаевқа тапсырды. Жорахан Бабаханов алға асырды. Гулдинов шете алмады, тым биік күшті болды. Қалмұратов. Владислав Сорокинс. Ванден Богарт. Жанда кесте пас. Бұл жерде Смилянич жүр. Жақтылы қорғаушылардың маңына келіп топ сұрап пас алмасты. Владислав алға қарай ұмтылды. Және аут. Сонымен Илянич жоқ, бұл жерде Прендетто оны өткізбеді. Аут. Сорокинс Үйрескенге және ол пас асырды. Бірақ қақпадан бейгіш кетті бұлдып. Разбегается. Бородин ортаға. Ортаңғы шепте бұл жүрде. Құлдар ойыншылары қарсыласын күтіп алуда. Және тәртіп бұзылды. Нұрбековке қарсы ереже бұзылды. Бельгиялық футболшы өзбекстандық шабуылшыға қарсы қақтығысып қалды. Виктор Кумуков. Осы маусымдағы матчтары тағы да сәтсіз басталды. Айбдоба Тахалбаев. Және пас асырды. Және керемет мүмкіндік болды Юдковта. Екі ойын қатарынан гол соғуға жақын болды, дегенмен
Ya. Ол болмады. Қақпадан биік асырып жіберді. Төрт жүз қырық салынды, фол. Ал матчтың негізгі уақыты аяқталды, 70 минут қалды. Жалпы статистикаға көз жүгіретін болсақ, соққылар саны 4-6, Қызылжар пайдасына. Қақпаға дәл бақта соққылар 3 болды. Оның 2 голға ұласты. Сонымен топ Қайсарға өтеді. Допқа иелік ету. Статистикасы бойынша 38-62. Қызылжар пайдасына, бұл жерде Таңғылышбай тоқтатты. Айбалаңына енді өз соққы бақтап көрді. Қорғаушылардың қаттады. Тағы да мүмкіндік. Тым алыс болып тұр соққы бақтауға. Бородиниге қалдырды. Тоқтар топты қабылдады. Ершегіндіруге мәжбүр. Сонымен Бородин тарапына пас. Ол баспен қалдырды, тамаша. Және Милянич оғапты дәртесін тапты. Сонымен жақсы пас болатын дегенмен ұлдық тым қатты. Ұшып кеткен секілді шабуылшы үшін. Генков алға асырда. Алмұратов және Өбәлде Қайсарда. Кім бар ашық? Міне керемет. Ауыттан допты ойын қосты Алмұратов. Сонымен Айбар Жақсылық допқа күресті және бұрыштама. Бородин. Бұрыштамадан қазір допты асырады. Приндетта осында басысы. Сонымен өтте биік пас. Приндетта тарапына. Приндетта міне қалдырды. Сонымен қауіпті сәт. Бабаханов құтқару керек еді. Керемет сейф. Есеп қысқартуға жақсы мүмкіндік. Дегенмен Бабаханов міне. Өткен ойындан кейін қабалған сияқты. Ал бұл Қызылжар қарымта шабуылы кетті алға қарай. 2-3 шабуыл және бұл қарға қас. Айбар Жақсылықов. Владислав Сорокин тоқтатты. Және сары қағаз алып отырып, Айбар. Қызыл қағаз, мәссаған құрметті көрмен. Бәсе. Сары қағаз көрсеткен сияқты еді. Инфографикаға сеніп қалдым. Шебетун және Софпел қазір алаңға шығады. Сақалбаев капитан бергіні Кенесбекке қалдыртты, алаңдағы орын босатты. Оның орнына Василий Софпел шықты. Ойында негізгі құрамда шығып еді. Және Смилянич. Қызылжардың екінші голын соққан футболшы орнына Шебетун шықты. Ол Қызылжар сапындағы екінші ауысым.
Алексей Шебетун. Шебетун және Жақсыбаев ауысты. Сонымен айып доба тікелей соққы тоғызға көздеді. Владислав Березкин. Сорокин орындайтын еді негізі стандарт жағдайларды. Ұлжар қарымта шабуылы қауіпті болуы мүмкін. Айбалаңында енді ойыншы және екі футболшының ортасына өтіп бара жатқан кезде бұл жерде симуляция үшін сары қағаз көрсетіледі. Алексей Шебетун сары қағаз алды. Уақытынан бұрын көпе көрнеу қуай бастады. Міне байқап отырмыз. Бұл өте әділ шешім төрешіден. Барлығын өз бақылауда ұстап отыр. Әділет Кезбек капитан белгілі жаңа алған ойыншы алаңдағы орын босатты. Кабуладзе оның орнын басты. Әрине жаңа бір бұрыштамада Игильков есепті қысқартқанда ойынның соңы өте қызық өтетін еді. Дегенмен әлі есеп 0-2. Қызылжар үшін жайлы көрсеткіш. Бірақ дегенмен қазір есепті қысқартқан жағдайда бәрі өзгереді. Оңғаптыға пас. Және фол. Сары қағаз көрсетілуі тиіс. Және жылдамдықпен жүйткіп жатқан ойыншыға қарсы ереже бұзылды. Жақсыбаевқа ескерту қағазы көрсетілді. Айып добы. Бұл Қайсар қазір бірден қасындағы әріптесіне пас берді. Әдеттегідей солға қарай диагонал пас және бұл пасты деген жерге жетпеді. Радин. Алиев не үшін ойыншыларды бақылауда ұстамайсыңдар деп ақыл кеңесін айтып жатқан секілді. Арнайы дайындалған Виктор Кумуховтың командасының айып топтары бірден көтере салмайды. Қасындағы әріптесіне пас береді, кейін барып ыңғайлы позициядан пас асырылады. Бірақ тікелей соққыштау үшін пас емес. Әрі қарай тағы да паспен пас орын алып қауіпті болуы мүмкін. Ал бұл жерде Юденко және Приндетта. Бұл жерде Приндетта. Бұл шабуыл бетін қайтарды. Кумаковтың амалы таусылған сияқты. Барлық 5 ауысымда жасады. Енді Абуладзадан кейін жалпы ауысым жасау мүмкіндігі бітті. Ал Алиев бар болған 2 ойыншына алаңға қосты, іске қосты. Әлі жеңіс Гуридзе, Довгаль және Маурисио Бриджидо бар қосауып құрамда.
оң қарай пас, Жақсыбаев. Ортадан әріптестер іздестіруде. Я, дәл солай, міне паспен соққы 3-0. 3-0. Бұл дубль, я. Березкин 2 гол соқты. Есеп 0-3. Қайсар тығырыққа тірелді. Евгений Березкин. Қорғанысқа да көмектесіп, шабуылда да жалпы зор еңбек атқарып, міне 2 гол соқты. Міне керемет пас, тағы да оң қапталдан пас асырылды. Сосын Шебетунның да пасын ескеріп айтайық, керемет баспен шығарды. Және Березкин ұмыт кетпеді. Мульдинов алаңдағы орын босатты. Алаңға Бугуридзе шықты. Ираклий Бугуридзе. Өткен ойында қозғалып қыраннан шығып еді. Қайрат қарсы матчта. Осы маусым басында Қызылжар сапына ауысты. Торпедо Кутаиси командасынан Петропавлға келіп отыр. Өткен маусымда Торпедо сапында 31 ойынға қатысты. 8 гол соқты, 4 гол пасын шығарды. Бірақ әзірге осал құрам футболшысы. Оның позициясында Мульдинов мақтырақ болып тұр. Қайрат қарсы ойында керемет гол соқты Тимур. Ал әрине осы матчтың үздік футболшысы Березкин. Жай ғана 2 гол үшін емес, жай ғана деп айтуға болмайды, бірақ тек қана 2 гол үшін емес, сонымен қоса қорғаныс пен шабуылды байланыстырушы. Жалпы керемет пастар шығарды. Өте төмен түсіп, орталық қорғаушылармен бір сызық бойында тұрып, шабуылшыда бастайтын плеймейкер. Кей сәттерде Ванден Богартпен позиция ауысып, орталық қорғаушы позициясы түсіп те, міне шабуыл кезінде зор көмектеседі командасына. Бірақ осы сәттен бастап күш үнемдеп жатқан секілді. Бірақ дегенмен де күш үнемдеудің қажеті шамалы сияқты, бастысы ауыр жарақат алып қалмау. Өйткені қазір 6 наурыз, келесі Қызылжардың ойыны 31 наурыз күні өтеді. Оған дейін ұлттық құрама ойындары өтеді. Біздің ұлттық құрама 2 матч өткізеді. Біріншісі Грекия қарсы, екіншісі енді өре жатармыз. Сонымен бұрыштама пас астырылды. Соған дайындық үшін міне біздің екінші турда ерте басталып отыр. Сәрсенбі күні алған Европа чемпионаттарында жалпы уақытта маусым үзіліске кетпейді. Оларда күнтізбе өте тығыз. Мысалы, Ағылшын премьер-лигасы 17 наурызға дейін жалғасады. Ал біз 10 күн ерте
құрамамыз үшін үзіліске шығамыз. Шебетун бұл жерде осыған мүмкіндігі болған еді, бірақ сәтсіз. Осы матчтан кейін 17:00-де Атырау Ордабасы матчы басталады. Сосын 19:30-да Тобыл Елімай арасында кездесуді біз тамашалаймыз. Ал бұл жерде аут қауіпті сәт болуы мүмкін, және Жаңғылышбайдың баспен ұрған добы Қызылжар ойыншылардың біріне тиіп, алаң сыртына шығып кетіпті. Бұрыштама. Тамашалайық. Дәл солай. Бұрыштама. Басы асырылды, сәл төмендеу. Имнадзе бұл допқа бірінші жетті. Оңға қарай пас Қалмұратовтан, бірақ ол кейс ұшып кетіп қалды. Сосын ертең 14:30-да жеңіс Шахтерға қарсы матч өткізеді. Және Тұран Қайратқа қарсы ойнайды. Ол ойын 17:00-де басталады. Яғни екінші тур ертең аяқталады. Ал біздің ұлттық құрамамыз 14 наурыз күні Түркменстанға қарсы жолдастық кездесу өткізеді. Ол матч 18:00-де басталады. Сонымен аут және тәртіп бұзылды деп есептейді бас төреші. 14 наурыз Түркменстанға қарсы ойнаймыз. Бұл Грекияға қарсы ойынға дайындық. Ал гректерге қарсы біз Афинадағы Опап Арена стадионында 21 наурыз күні әз наурыз алдында ойнаймыз. Бар болғаны бір матч, 90 минут. Тағы да шешті кездесу біз үшін. Егер ол ойынды жексек, Грузия Люксембург жұмындағы жеңімпазға қарсы финалдық сайыс бізді күтеді. Евро үшін талас құрметті көрермен. Ал Қызылжар міне шабуылы, соққы. Шира тартты. Бұл жерде Бугридзе, бірақ қақпа бағадан қиыс ұшып кетті. Грузия Люксембург ойыны дәл сол 21 наурызда, бірақ 3 сағат ерте басталады. Тбилисидегі Борис Пайджадзе атындағы Динамо Аренада ол матч 22:00-де басталады. Бұрыштама, сонымен баспен соққы. Негізі Қызылжар 4-5 сол-солға мүмкіндікке ие болып отыр, дегенмен сол болмай жатыр. Ерескен доп сұрап тұр Сарыкинстан. Жағына қарады, алға қарай пас. Бүгін тарапына, дегенмен оған доп жетпеді. Қалмұратов алға асырды. Жаңғылышбай баспен. Жаңғылышбай міне бос кеңістік бар еді ол жақта, бірақ алға берген пасы сәтсіз болды. Ал Жорохан Бабаханов, бүгінгі ойында 1,5 сейв жасады десек болады. Рет керемет допты қайтарды. Және бір алыстан бақтан соққыны тосты. Жалпы қателіксіз ойын Жораханнан, және Қайратқа қарсы матчтағы сәтсіздікті жанкүйерлер асықпай ұмытатын шығар.
Бугридзе. Ортаға пас. Бірақ бұл жерде Шебетун. Тәртесіне қайтарды, бірақ сәтсіз. Ал бас төреші екінші таймның негізгі уақытына 5 минут қосты. 2 гол болды. Футболшылар ауысты және бастысы Нәрзілдаев алаңнан қуған сәтте бас төреші var. Өсінің көмегіне жүгінді. Офсайд жоқ, тамаша. Онымен Бугридзе тепті және қорғаушылар қайтарды. Бұғаттады. Онымен ағда бұрыштан болар бекен, немесе фол. Ереже бұзылды. Қалмұратов бірден бастады. Ал тоқтату сәл қиында болды, дегенмен соққыстауға мүмкіндік жоқ бұл жерде. Пас. Ере салды. Ванден Богарт. Сикач алға қарай тепті. Ақтөбеге қарсы ойындағыдай мүмкін матч соңында жанкүйерлерді бір қуантатын гол болса. Қалай екен? Енді 10 ойыншымен қалды. Ақтөбе матчымен салыстырғанда жағдай өте ауыр. Жақсыбаев өз алға қарай ұмтылды. Қалмұратовтан басып оздып және ақпамағына пас шығарып еді, бірақ Приндетті өткізбеді. Сонымен міне соққы. Ерескин. Бұл добы Сигач қорған қақпаға еніп кетсе, хеттер егересін дейтеді. Сонымен жақсылық артқа қайтарды. Орбеков. Не керемет пас Борадиннан. Тобайы балаңында. Алыстан тебес алатын шығар. Тепті, бірақ топ көтерілмей қойды. Бұндай нүктеден желете үйіп болса ол әрине өте қиын. Топтың ұшу күші, жылдамдығы өте баяу болды. Имнадзе. Осы ойында да Имнадзе ойға ұстады. Қарсы матчта әсіресе керемет ойнаған еді бұл грузиялық футболшы. Ал бұл ойында әрине басты жұлдыз ол Березкин. Жақсыбаев оңға қарай Бугридзе. Қалмұратовқа қарсы. Қалмұратовтан өтіп кетті және ереже бұзылмады. Девспид бас төреші. Бугридзе бас төрешіге бір қарады. Және ойынымыз жалғасады. Да, 31 наурызға дейін Брижидо Чукович Сабиноның емделіп қатарға қосылған күтеміз. Қызылжар сапында Брижидо бұл ойынға да міне шықпай жатыр. Шын мәнінде кішігірім жарақаты бар шығар. Әли Әлиев осы Қайсарға қарсы матчқа оны әкелді, дегенмен бұндай есепте әрине ол тәуекелге бармайды. Одан қайта аман есен қосалқы құрамда отыра бергені жөн ақ. Сонымен қауіпті сәт. Офсайд. Офсайд, құрметті көрермен. Юнков. Өткен ойындағыдай бір гол соғып кетуге жақын болған еді. Бұл жолы міне қараңыздар. Приндетті таласты. Сосын жаңғылшпай тоққыштайым дегенше бұл жерде қорғаушылар оны жауып үлгерді. Тоққыштауға мүмкіндік бермей қойды. Рохан Бабаханов алға қарай асырды. Топқа күрес. Сонымен Бугридзені байқап отырмыз. Өте шапшаң футболшы.
Алмасов тағы да өтті, ортаға ойысты, тепті. Бұл соққы бұғатталды. Құсық құрамынан шыққан футболшы әрине өзін дәлелдегісі кеп өте жігерлене ойнауда. Ал тәртіп бұзылды және төреші сағатына қарайды. Үйтіп матчтың аяқталғанын жариялады. Есеп 0-3. Қызылжар бұл жерде ірі есеппен де жеңіске жетті. Қызылжар футбол клубының жанкүйерлерін құттықтаймыз. Тамаша ойын өрнек. Ал Қайсар міне екі тур қатарынан өз алаңында